Бүгін басқаша амандасайыншы. Сәлеметсіздер ме? Отырыс мына алма мына жағы шіріпті. Бұны бұлай турап қазір компот қылып қайнатып мыналарға жегіземіз. Не болды? Бірдеңе пісірейінші. Қоя қойшы, айналайын. Не пісірейін деп едің? Керегі жоқ. Қантпен пісем ал? Ой, совсем керегі жоқ. Анашым, енді қант жоқ деп ештеңе жемей отырмын. Керек емес. Тұзбен пісіріп берейінші, тұзбен пісірші. Әйтпесе тегі қантпен керек емес. Аралдан шығып жатыр ғой, тұзбен пісіре бер. Қантқа тиме болды. Ана жерде 1 кило бар ма, жоқ па, қарашы. 1 килоға жетпесі бар. Әшейін бүйтіп себелеңдер. Ал мінекей мына қантты алдыңдар ма, шайларыңа бүйтіп себелеңдер. Тою мақсат емес, дәм білсеңдер болды. Құдай-ау, қылшаға шығып жатырмыз. Қылшадан біздің Жамбыл облысы осы қыруар қызылша егіп жатыр. Деп жатыр қант қызылшасын. Сөйтсек біздің 60%-ымызды Ресей қамтамасыз етеді екен ғой. Ол неменесіне егіп жатыр дейм. Қант жоқ мына магазинде қырылып төбелесіп осы заман ақырды өзіміз шақырып аламыз дейді. Бір қантқа екі еркек таласып, бір-бірінің бетінен ұрып жіберді әуелі. Төніп иығы құрсын деп қой. Керек емес, пісірмей-ақ қой. Пісірмесең де болады, осы күнге де шүкіршілік. Тұзбен пісіретін нәрсені үйрене бер.